Сәлем бәріне, бүгін 10-шы сыныптың 10-шы 6-шы есебін шығаратын боламыз. Бізге осы екі формула көмектеседі. Осы формуламен танысып алыңдар. Бұл формула сендердің оқулықтарының 77-ші бетінде бар. Ең бірінші бізге сұрақты оқиық. Бізге өсімшелерін табу керек, яғни дельта x және дельта f өсімшелерін табу керек. Ең бірінші бізге осы формуланы қолданып дельта x-ті табу керек. Ал табайық. Дельта x енді формулаға қойық. Бізде x ол 2π бөлінген 3-ке тең, азайтылған 3π бөлінген 4. Енді бізге міндетті түрде ортақ бөлім беру керек. Мұнда біз 4-ті береміз, мұнда 3-ті береміз. Мұнда 12, мұнда 8π минус 9π. Сонда 12 минус π болып қалады. Енді бізге мына формуланы қолданамыз. Лайфхакым, сендердің тілдерінде сөйлейтін болсам, бұл жерде бізге x-тан арылу керек. Сол себепті біз бірінші 2-ден 1-ді жазып аламыз. Плюс мына x-тан біз арылуымыз керек. Сол себепті біз сразу мына формулаға қоямыз. Сонда 3π бөлінген 4, яғни мына жерде x0 деп тұр, мынаны қойып жатырмын. Минус π бөлінген 12. Неге минус? Неге минус? Себебі мына жерде плюс болып тұр, ал біз шығарғанымызда міне минус тұр. Сонда плюс пен минус бізде бәрібір минус болып кетеді. Жақша жабылады. Минус мына формулаға қоямыз енді. Енді мына формулаға қоямыз. Бұл жерде міне f от x 0 деп тұр. Бізде міне f от x өзі тұр. Значит, біз дәл осыған қоя саламыз, бірақ x-ның орнына x0-ды қоя саламыз деген сөз. Сонда 2-ден 1-ді жазамыз. Плюс синус 3π бөлінген 4 жақша жабылады. Тең 2-ден 1. Мына жерге біз ортақ бөлімді береміз. Сонда мына жерде 12 болады. 12 плюс синус 12. Мына жерде 9π. 9π-дан пиді азайтқан кезде 8π болады. Минус мына жерде 2-ден 1 болады. Минус пен плюс минус қайналып кетеді. Сонда минус синус 3π бөлінген 4 тең. Енді біз мына жерді қысқартып алайық. 8-ді 4-ке қысқартуға болады. Сонда 2 болады. 12-ні 4-ке бөлген кезде 3 болады. Енді жазайық. 2-ден 1 плюс синус 2π бөлінген 3 минус 2-ден 1 минус синус 3π бөлінген 4 тең. Енді біз сразу жауабын жаза салайын. 2-ден 1 плюс. Енді бұл жерде бізге таблица керек. Осындай таблица бар бізде. Егер сендерде бұндай таблица болмай жатырса, онда Google-ға жазуға болады. Сол жерден таба аласыңдар. Міне бұл тригонометрия. Енді міне синус 2 синусқа қараймыз. Енді 2π бөлінген 3 деп тұр. Мына жерден қара. 2π бөлінген 3 синуста түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Минус 2-ден 1 минус. Енді синус 3π бөлінген 4 деп тұр. Міне тұр ол. Біз мына жерде көріп тұрмыз. Мына жерде 2-ден 1, осы минус 2-ден 1 деп тұр. Оны біз қысқарта аламыз. Сонда үсті 3 бөлінген 2 минус түбірасты 2 бөлінген 2-ні біз ортақ бөлім келтіріп, ортақ бөлімдер бірдей болғандықтан бір бөлшекке жаза саламыз. Түбірасты 3 минус түбірасты 2 бөлінген 2. Жауабы осылай. Келесі әсінде де дәл осылайынан бізге x-тан құтылу керек ең бірінші. Сонда біз бірінші дельта x табып алайық.
дельта x тең x минус x 0 десек, бізде x мынаған тең пи бөлінген 3 минус x 0 пи бөлінген 4. Ортақ бөлім береміз. Мұнда 4-ті, мұнда 3-ті, 12. 4 пи азайтылған 3 пи. Сонда 12 пи болады. Енді дельта y табамыз. Дельта y табу үшін бізге x-тан құтылу керек. Ол үшін мына формулаға қоямыз. Сонда котангенс жақша ашылады. Мына формулада x0 деп тұр. Сонда біз пи бөлінген 4 не қосылған. Біз дельта x пи бөлінген 12-ге тең. Сразу ортақ бөлім бере салайын. 3 болады. Минус. Енді мынаны қоямыз. Мына формулаға қоямыз. Мына формулада бізде дәл осыған қоямыз деген сөз. Яғни f от x деп тұр. Міне f от x тұр. Сонда котангенс x бізде котангенс пи бөлінген 3 болады. Ой, бізге котангенс x 0 деп тұр ғой. Значит, біз котангенс пи бөлінген 4-ті қоямыз, x 0-ді. Минус, мына жерде түбірасты 3 тұр міне. Яғни f от x деп тұрса, біз мына формулаға қоя саламыз. Яғни берілген функцияның өзіне қоя саламыз. Сонда тең котангенс мына жерде бізде неше шығады? Мына жерде бізде мұнда бізде котангенс 3 пи 12, 3 пиға пиді қосқан кезде 4 пи болады. Минус котангенс пи бөлінген 4, яғни 4 пи. Мына жерде минус пен минус плюс қайналып кетеді, түбірасты 3 болады. Тең. Енді мына жерде бізде қысқарта аламыз. 4 пен 12-ні мұнда 1, мұнда 3 болады. Енді біз таблицаға қайтардан қараймыз. Сонда міне котангенс пи бөлінген 3 бізде нешеге тең? Котангенс пи бөлінген 3 1 бөлінген просто 3-ке тең. Бірақ біз білеміз, егер мынаның үстіне түбірасты 3-ті көбейтсек, түбірасты 3-ті көбейтсек, яғни бөлімін иррационалдықтан құтылатын болсақ, онда мына жерге шетіне жаза салайын. Бөлімін иррационалдан құтылу керек. Ол үшін бізге түбірасты 3-ті көбейтеміз, түбірасты 3-ке көбейтеміз. Сонда үстіне түбірасты 3 кетеді. Бөлімінде түбірасты 3-ті түбірасты 3-ке көбейткен кезде бізде жай ғана 3 болады. Сонда жауабына жерде біз түбірасты 3 бөлінген 3 деп жазамыз. Минус, мұнда котангенс пи бөлінген 4 деп тұр. Міне котангенс пи бөлінген 4 бізде 1-ге тең. Минус, ой, мына жерде плюс түбірасты 3. Ой, біз мына жерде формуланы қараймыз деп түбірасты 3-ті ұмытып кетіппін мына жерде. Сонда мына жерде де түбірасты 3 болу керек. Мына жерде де минус түбірасты 3 болу керек. Мына жерде. Сонда минус түбірасты 3 мына жерде. Сонда түбірасты 3 пен плюс түбірасты. Сонда мына жерде минус түбірасты 3 бар. Мұны ұмытпаймыз. Формулада тұр ғой мына жерде. Мен ұмытып кеттім. Мына жерде қоямыз. Мына жерге де қоямыз. Сосын мына жерге де қоямыз. Сонда түбірасты минус түбірасты 3-ті плюс түбірасты 3-қа қысқартқан кезде бізде екеуі ғана қалады. Сонда түбірасты 3 бөлінген 3 минус 1 болады. Жауабы осы. Осы жерде кішкене шатасып кетпеңіздер. Байқап жазыңыздар. Менің ойымша сендерге түсінікті болды. Егер түсінбей жатырсаңдар, онда комментарияға жазыңдар. Себебі бұл канал көшіруге емес, түсінуге арналған. Мысалға, сендер мына жердегі минус түбірасты 3 не екенін түсінбей қалулары мүмкін. Көшіріп отырып, оны түсініп отыру керек. Сол себепті комментарияға түсінбей жатырсаңдар, жазыңдар. Сонымен қатар мені қолдау ретінде лайк басып, тіркеліп кетіңдер.